сіздің жүрегіңізде, сіздің тіліңізде. Үйден кетіп барады, көлігіңізде кетіп баратсаңыз да, Абдулла ибн Муғаффал деген сахаба радиаллаху анху айтады. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам раайтуху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды мен көрдім дейді. Яума фатхи Макка. Мекке ашылған күні. Мекке ашылып пайғамбарымыз көлігінің үстінде келе жатқан кезде ва хуа яқрау аля рахилатихи суратул фатх. Сол кезде көлігінің үстінде, түйесінің үстінде Фатх сүресін оқып баратқан еді дейді. Ойлаңызшы. Инна фатахна лака фатхан мубина деп сүрені оқып бара жатыр. Сол секілді сіз көлігіңізде кетіп баратқан. Сізде егер жаттап алған Құран болса, пробка, қашықтық деген проблема болмайды ол. Қысқартып жібере салады Алла оны. Өзіңіз білмей қаласыз. Неге? Өйткені сіздің шұғылданып жатқан нәрсеңіз бар да. Ал енді жаттайтын, қайталайтын нәрсең болмаса не істейсің еріксіз? Мына пробканы ай, мынаны ай, жол не болып кетті ғой деген мәселе. Ал енді Құранмен шұғылдасаңыз, сіздің жүрегіңізге Алла Тағала сондай тыныштық сыйлайды. Сіз еш нәрсе ашуландыра алмай қалады сізді, болды. Сізді ашуландыру мүмкін болмайды. Өйткені Құран билеп тұр да сізді. Бүкіл тұла бойыңызды Құран билеп тұр. Санаңызды, жүрегіңізді.